Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі тақырып алгебралық бөлшектерді қосу және азайту тақырыбын қайталау. Сабақтың мақсаты бөлімдері әртүрлі алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды үйрену. Тақырып қайталау болғандықтан бірден есепке көшейік. Номер 39-да 9-дың 3-ші тапсырмасы. Оқулықтың 231-ші беті. Он П бөлінген П минус С қосу 6П қосу 7С бөлінген С азайту П. Бұл екі бөлшектің бөлімдері әртүрлі. Бірінші бөлшектікі П азайту С, екінші бөлшектікі С азайту П. Бірдей бөлімге келтіру үшін екінші бөлшектің бөлімін қосылғыштарын орнына ауыстырсақ жеткілікті. Бірінші бөлшекті өзгеріссіз қалдырайық. Екінші бөлшектің бөліміндегі алгебралық қосылғыштарын орнына ауыстырайық. Ол үшін бөлшектің алдындағы таңба да минус таңбасына ауысады. Шыққан өрнекке назар аударсақ, бөлімдері бірдей болып шықты. Енді осы екі бөлшекті азайтайық. Алымы 10П азайту жақшаның ішінде 6П қосу 7С бөлінген ортақ бөлімі П азайту С. Алымындағы жақшаны ашып көрейік. Минус таңбасы жақшаның ішіндегі әрбір қосылғышқа әсер етеді. Ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. 10П және 6П. Арасында азайту таңба, сондықтан жауабы 4П шығады. 4П азайту 7С бөлінген П азайту С. Соңғы өрнек осы есептің жауабы болып табылады. Көбісі бұл жерде П мен П-ні, С мен С-ні қысқартып жүреді. Бұндай қысқарту мүмкін емес. Қысқарту тек қана көбейткіштерде ғана орындалады. Сондықтан осындай түрде қалдырамыз. Келесі номер 39-да 11. Біріншісі. 4-тен X қосу 3-тен Y. Бұл екі бөлшектің бөлімдері әртүрлі. 4 және 3. Оның ортақ бөлімін табайық. Ол үшін 4 пен 3-тің үлкенін таңдайық 4-ті. 4 3-ке бөліне ма, соны зерттейміз. Бөлінбейді. 4-ті 2 еселейік, 8. 8-ді 3-ке бөлінбейді. 4-ті 3 еселейміз, 12. 12 3-ке бөлінеді. Яғни, ортақ бөлімі 12 деп санаймыз. Содан кейін толықтауыш көбейткішін табамыз. Бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші табу үшін 12-ні бөлеміз 4-ке. Шығады 3. Екінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 12 бөлу 3, жауабы 4. Көбейтейік. 3-ті X-ке 3X, 4-ті Y-ке 4Y. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу ережесін пайдаланып, алымдарын қосамыз, бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. Жауабы 3X қосу 4Y бөлінген 12. Соңғы өрнек осы есептің жауабы. Осы есептің 9-шы тапсырмасын қарастырайық. 5А бөлінген 18Б минус 7А бөлінген 45Б. Бөлімдері әртүрлі болғандықтан ортақ бөлімін табамыз.
әр бөлімде b әрпі бар екенін байқаймыз, сондықтан тек қана коэффициенттердің ортақ еселігін тапсақ жеткілікті. 18 және 45. Осы екі санның үлкені ол 45. 45 18-ге бөліне ма, соны тексереміз. Бөлінбейді. 45-ті 2 еселейміз. 90. 90 18-ге бөлінбейді. 45-ті 3 еселейік. 135. Ол да 18-ге бөлінбейді. Және 45-ті 4 еселесек, шығады 180. 180 18-ге бөлінеді. Сондықтан да осы екі бөлшектің ортақ бөлімі 180 b болып табылады. Әр бөлшектің толықтауыш көбейткішін табайық. Бірінші бөлшекті 180 b-ні бөлеміз 18 b-ға. 180-ді 18-ге бөлсек, шығады 10. Ал b-лар қысқарылады. Екінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 4. Толықтауыш көбейткіштерді бөлшектердің алымына көбейтейік. 10 көбейту 5a. 50a. 4 көбейту 7a. 28a. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту ережесімен арғарай шығарып көрейік. 50a азайту 28a бөлінген 180b. Алымында ұқсас қосылғыштар болғандықтан, оларды бір-бірінен азайтамыз. 50 азайту 28, 22a бөлінген 180b. Қысқарту орындалады. 22 мен 180-нің ең үлкен ортақ бөлгіші 2. 22-ні 2-ге бөлейік 11. 180-ді 2-ге бөлейік 90. Сонымен осы есептің жауабы 11a бөлінген 90b. Бүгінгі тақырыпты бекіту үшін өздік жұмысын орындаймыз. Номер 39-да 9-ның 4-ші, 5-ші, 6-ші және номер 39-да 11-дің 2-ші, 5-ші, 6-ші тапсырмалары.